Қарағанды облыстық мәслихатының депутаттары Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компания акционерлік қоғамының жұмысымен танысты. Халық қалаулылары көкөніс қоймалары мен әлеуметтік павильондарды аралап, азық-түліктің бағасын да бақылады. Қарағанды қаласында Сарыарқа әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясы ұлттық компания акционерлік қоғамының 22 павильоны бар. Қоймаларда 560 тоннаға жуық әртүрлі ауыл шаруашылығы өнімдері сақталған. Фермерлермен 2025 жылғы егін есебінен форвардтық келісім шарт жасалды. Осылайша аталмыш өнімдер ең төменгі үстеме бағамен сатылмақ. Әлеуметтік павильондарда азық-түліктің 19 түрі бар. Атап айтқанда қарақұмық, күріш, қант, сұйқымай, картоп, орамжапырақ. Оның ішінде картоп құны нарықтық бағадан төмен сатылады. Басшылық жалға алушылардың жұмысына апта сайын мониторинг жасап, бағаны бақылауда ұстайды. Сарыарқа кәсіпкерлік корпорациясы акционерлік қоғамы басшылығының сөзінше, облыста қолда бар қорлар ағымдағы жылдың соңына дейін жеткілікті. Бағаның күрт өсуіне және тұрақтануына жол бермеу үшін тауар интервенциясын маусым аралық кезеңде жасау жоспарлануда. Қазір біздің қоймада 310 тоннадай қант бар, 54 тоннадай гречка бар, 68 тонна күріш бар. Содан кейін 50 тонна сұйық май бар, подсолнечный майлы май. Енді тағы да келеді. Бұларда картоптың бағасы 220-дан 280-ге дейін. Біз осы былтыр форвард договорлар жасағанбыз. Мынау ТО Шахтерская деген содан 100 теңгеден кезінде алып қойғанбыз. Енді қазір баға қымбаттаған кезде біз 110 теңгеден береміз. Сауда нүктелеріне мынау біздің павильондар бар. 22 павильон бар біздің қалада. Солар арқылы біз бағаны реттеп отырмыз. Тұрақтандыру қорының ресурстарын ұтымды пайдалану және азық-түлік бағасының күрт өсуінің алдын алу мәселесі облыстық мәслихаттың алдағы отырысында талқыланатын болады. Дариға Жаманова, Нұрсұлтан Исаев, Роман Капулов, Сарыарқа телеарнасы.